Пранк жасауға бола ма? Пранк деп адамды ыңғайсыз әрі орынсыз жағдайға қою, алдау мақсатымен әзілдеуге айтылады. Пранктардың көбі қорқыту немесе таңғалдырумен байланысты. Мұндай әрекеттер адамның денсаулығына, отбасылық, достық, туыстық қарым-қатынастарына зиянын тигізеді. Сондай-ақ ислам дінінде өзге адамды қорқытуға тыйым салынған. Bir күні сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірге сапарға шыққанда, олардың бірі ұйықтап қалады. Ұйықтап жатқанын көрген бір сахаба әзіл демек болып, оның жебесін тығып қояды. Жебесін таппаған сахаба қатты қорқады. Бұны байқаған сол маңайындағы сахабалардың барлығы күледі. Бұны естіген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылман адамның басқа мұсылман адамды қорқытуына болмайды деген насихатын айтады. Имам Заркаши бұл мәселені әзіл ретінде біреуге тиесілі затты алу ол харам дейді. Оның үстіне өтірік әзіл болса да өтірік болып есептеледі. Сондықтан шамадан тыс күлкі, орынсыз әзіл адамның жүрегін қатайтады және адамның қадір қасиетін